Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ, 4-ші сабақ, табиғат тағылымы, шегіртке мен құмырсқа. Мысал, оқушылар, біз өлең жолын суретпен түсіндіріп көрейік. Шырылдауық шегіртке, ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүл айттап, қызықпен жүріп жазды алған. Жазды күні жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй. Шегіртке шырылдап жүріп, жаз бойы ән салып жүріпті. Және қыдырып, қызықтап, сөйтіп, жазды өткізіпті. Жазды күні жапырақтың біреуі шегірткеге тамақ болыпты, ал біреуі үй болыпты. Солай ойын ойнап жүріп, шегіртке жазды өткізеді. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Жаз мезгілі біткен соң, күз мезгілі келеді. Ал күз келген соң, жапырақтар түседі, сарғаяды. Бұрынғыдай жылы жаз жоқ, не тамақ жоқ. Солай шегіртке өкінеді. Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды. Сауықшыл сорлы бүкшейді. Тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Күз мезгілі біткен соң, қыс мезгілі келеді. Қыста әрине қар жауады, күн суытады. Ал сауықшыл шегіртке бүкшейіп тоңады. Өте қиын болады. Ал секірейін десе, қарға, мұзға тайғанақтап құлап қалады. Сөйтіп, шегіртке мұңға батады. Енді не істеймін дейді. Сабанда жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды, аяғына бас ұра. Қарағым, жылыт, тамақ бер, жаз шыққанша асыра. Шегіртке ала жаздай еңбек еткен құмырсқаның үйін іздеп тауып алады. Сөйтіп, құмырсқаға айтады: қарағым құмырсқа, мені жылытшы, маған тамақ берші. Жаз шығам дегенше, мен сенің үйіңде болайыншы, дейді. Жаным, мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеп пең, жаның үшін еш шаруа, ала жаздай қылмап пең. Құмырсқа айтады: мұның сөз емес жаным-ау, жаздың өтіп кетерін білмейсің ба? Өзің үшін жаз бойы шаруа жасамадың ба? Бір жұмыс жасамадың ба, дейді. Мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ илеу үйлі ме? Көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Ал шегіртке айтады: мен сен сияқты шаруашыл адам емеспін. Мен көгалды қуып, ән салып, өлең айтып жүрдім. Менің қолым тиген жоқ, дейді. Қайтсын, қолы тимепті. Өлеңші, әнші, есілер. Ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер. Құмырсқа айтады: қайтсын, өлеңші, әнші, қолы тимеген екен, олай болса, жаз бойы ән салып келсең, онда қазір де селкілдеп билей бер, дейді. Сөйтіп,
Шегірткенің амалы құрыйды, өте қатты өкінеді. Неге жаз бойы құмырсқа сияқты еңбек етпедім екен дейді. Оқушылар, бұл мысалдан не түйдіңіздер? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Мен оқитын боламын. Сіздермен болған суретті әдебиет каналы. Каналға тіркеліп, достарымызды шақырайық.